Ғани Мұратбаев ауылында күріш ауыспалы егісіне құрғақшылық пен топырақ тұздылығына бейімделген ауыл шаруашылық дақылдарын өндіру және топырақ құнарлығын бағалау жөнінде семинар өтті. Басқосуға Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты техника ғылымдарының кандидаты мен доценті қатысты. Семинарда талқыланған алғашқы тақырыптар күріш ауыспалы егісіне қант құмайын, мал азықтық және тұқымдық бағыттарда өсіру технологиясы болды. Яғни өлкедегі топырақтың құнарлығын және тұзды жерлерді қайта қалыпқа келтіру. Су тапшылығы мен тұздылыққа төзімді қант құмайы мен түйежоңышқаның алаулы сортын ендіруді қолға алғанбыз. Енді осы бағытта осы нәтижелерді өңірлерге шаруашылықта тарату жұмыстары алда тұрған болатын. Биылғы жылы осы бағытта осы жетістіктерді тарату үшін облыстың бірнеше аудандарында болдық. Бүгінгі күн осы Қазалы және осы облыс орталығының шалғайда жатқан Қазалы және Арал аудандары үшін ұйымдастырып отырмыз. Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми зерттеу институты ғылымдары Орталық Азия мен Түркиядағы құрғақшылыққа бейім және сортаңданған аймақтардағы ауыл шаруашылығы өндірісіндегі табиғи ресурстарды кешенді басқару және ФАО жобасымен бірлесіп жұмыс атқарып жатыр. Қолға алынған жоба аясында осы күнге дейін отандық мамандар бірнеше жетістікке жеткен екен. Бұл жерге көктем кеш келеді және осы күз айлары тез ерте түседі. Яғни дегенмен де бұл жерде де осы кезінде совет үкімет кезінде жасалған күріш ауыспалы егістігі бар. Ал бұл жағдайда сондан көктем кеш түскеннен кейін, күз ерте түскеннен кейін біздің бүгінгі нарықтағы күріш дақылдары көп жағдайда пісіп үлгермей жатады. Осы бағытта біз бұл шаруашылықтарға біз қазіргі кезде вегетациялық кезең қысқа, осы біздің отандық күріш ғалымдары шығарған Насыр сұлуы Айсара сортын ұсынып отырмыз. Жалпы биыл аудан алқаптарына 6637 гектар дәнді, 65 гектар майлы дақыл егілген. Одан бөлек картоп 315, көкөніс 951 гектар, 1118 гектар бақша дақылдары бар. Ал жем-шөп 8291, күріш 6200 гектар алқапталып жатыр. Биылғы егінге 1746 тонна күріш, 31 тонна бидай, 21 тонна арпа, 32 жоңышқа және 4,2 тонна мақсары тұқымдары қажет болса, диқандарға 4511 тонна тыңайтқыш берілген. Сонымен қатар 4100 литр гербицид сатып алынған. Рахат Рахымжанов, Ерғанат Алсаутаев, Шәкәрім Жұмағұл, Серікті арнасы.